Білімді ел, мәңгілік ел. Осындай атаумен қалалық білім беру қызметкерлерінің тамыз кеңесі өтті. Жиынға қатысушылар өткен оқу жылының толағай табысқа толы болғанын айтып, жаңа оқу жылының жүйелі жоспарларымен танысты. Басқосуда өткен жылы аянбай қызмет еткен бірқатар сала үздіктері Ақтау қаласы әкімінің атынан марапатқа ие болды. Толығырақ Гүлайна Мергеннің репортажында. Алдымен кеңеске қатысушылар жаңаша білім беру бағдарламасына арналған көрмемен танысты. Мұнда мектеп пен балабақшаға арналған жаңа технологиялар қойылған. Сондай-ақ мұғалімдердің озат іс тәжірибелері де көрмеден орын алыпты. Бүгінгі таңда Ақтауда барлығы 106 білім беру ұйымы мен білім үйлестіру орталығы қызмет етеді. Оның 34-і мектепке дейінгі, 27-сі жалпы орта, 3-еуі қосымша білім беретін ұйымдар. Өткен жылы жалпы орта білім беру мекемелерінде 32.194 оқушы білім алыпты. Ал биылғы түлектердің ұлттық бірыңғай тестілеуде көрсеткен нәтижесі көңіл қуантады. Мәселен, алтын белгіге үміткер 30 оқушының 24-і өз білімдерін дәлелдеп шыққан. Халықаралық олимпиадаларында жеңімпаз болған 8 түлек бірыңғай тестілеуден босатылды. Сондай-ақ төменгі орындағы кейбір мектептердің білім сапасын жоғарылату бағытында тапсырмалар берілді. Жаңа типті мектептер үздік бестікке кіріп отыр. Бұл солай болуы тиісті. Ал 10-17 орта мектептер 2 жыл қатарынан соңғы бестіктен орын алуы ойланарлық жағдай. Сондықтан тәжірибелі жақсы жетістікті көрсетіп отырған экономикалық лицей 4-ші мектептердің жетістіктерін осы оқу процесінде әр қарай пилоттық жоба ретінде соңғы қалып отырған 10-17 мектептерде озық тәжірибелерін зерттеп, оларды осы мектептерге ендіруді үйлестіру орталығының директоры Үмбетова Жаңагүл Жұмахметовнаға тапсырамын. Басты жаңалық 5 күндік оқу жүйесі, 12 жылдық мектеп, 3 тілді білім беру мен ұстаздардың білімін жетілдіру. Бұл білім сапасын арттырып, біліктілікті шыңдай түседі деген үміт бар. Облыста 1922 мұғалімнің біліктілігін арттырды. Бұл облыста 9.000-нан астам мұғалім болатын болса, соның 20%-ын құрайды. Ақтау қаласы бойынша 2015-2016 оқу жылында 389 мұғалім деңгейлік курстардан өтті. Сонымен қатар облыста орта білім беретін 132 мектеп болса, соның 98-ның басшылары жаңа формацияда өз біліктілігін арттырды. Күні бүгінде Ақтау қаласы бойынша 17 мектеп басшылары жаңа форматтағы біліктілігін арттырып, курстардан өтті. Қалған мектептер алдағы уақытта биыл және келесі жылдары өтеді деп жоспарлануда. Ал балабақша мәселесіне келсек, шаһарда 34 мемлекеттік және 32 жекеменшік бөбекжай бар. Балабақша көбейгенмен кезектегілер саны азаяр емес. Қазір 3-тен 6 жас аралығындағы 800 бала бақша кезегінде тұр. Осы ретте облыс әкімінің орынбасары Бану Нұрғазиева жас ұрпақты тәрбиелеуде ұстаз еңбегінің ерекше екенін атап өтті. Өз басым ойлаймын, мына болашақта осы 3-4 жылдың ішінде сіздердің жасаған үлкен еңбектеріңіздің нәтижесін ел болып біз көреміз. Бірақ соған осы 3-4 жылдың ішінде өте қатты еңбек жасау керек. Жан күйін беріп тұрып. Осылайша қаланың білім саласы талқыланып, бірнеше үздік қызметкерлер марапатталды. Олардың қатарында Әл-Фараби мен Ыбырай Алтынсарин медалінің иегерлері де бар. Сондай-ақ бір қатарына қала әкімінің алғыс хаты мен құрмет грамотасы табысталды. Оған қоса облыстық байқауларда жеңімпаз атанған 19 мұғалімге сертификат берілді. Сонымен тамыз кеңесінде білім саласының бүгіні мен ертеңі талқыланды. Қатысушылар ұстаздан озатын шәкірт көп болсын деп тарқасты. Гүлайна Мерген, Сағындық Нарықов, жаңалықтар.